Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге мен Айжан Жұмаділдақызы. Бүгін мен сіздерге ковидтен үй жағдайында қалай емделу керектігі жайлы схеманы айтамын. Қағаз, ручка алып жазып алсаңыздар да болады. Ең алдымен каналдың дамуы үшін каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Бірінші, көп мөлшерде су ішу. Лимон мен малина және бал қосылған шай. Сонымен қоса ет сорпаларын ішіңіз. Екіншісі, гипоадинамиядан сақтану, яғни физикалық белсенділікті жоғарлату. Пәтер ішінде көп жүріңіз, жаттығулар жасаңыз, бөлмеңізді жиі желдетіңіз. Үшінші, температура жоғарылаған жағдайда ибупрофен күніне 3 реттен 5 күн тамақтан соң ішіңіз. Парацетамолды жарты таблеткадан күніне 3 реттен артық емес ішесіз. Төртінші, жөтел кезінде тамағыңыз қышып ауырса, ангал декатилилен таблеткаларын қолданыңыз. Күніне жарты сағат 40 минут көлемінде ішіңізбен жатыңыз. Бесінші, мұрын бітелуінде қан тамырларды тарылтушы капияларды, яғни тамшыларды қолданасыз. Оған нафтизин, галазолин, риностоптағы да басқалар жатады. Және теңіз тұзы қосылған суларды пайдалансаңыздар да болады. Ал егер айқын құрғақ жөтел қатты мазалап, тыныс алуыңыз нашарлаған байқасаңыз, медициналық көмек шақырыңыз. Видео соңына дейін менімен болғандарыңызға рахмет. Ал келесі видеоны бірінші болып көру үшін каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз.